дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Тәжібек Намжан. Бүгінгі менің үйірменің тақырыбы үстел теннисі. Тақырыбым жоспары үстел теннисі. Үстел теннисі спорты қоғамға жат топтармен күресуге көмектесетін ұжымдық және өзара көмек беру сезімдерін жетілдіретін, жоғары адамгершілік қасиеттерді қалыптастыратын өмірде белгілі болған қағидалар. Теннисші болушылардың барлығының бірдей мақсаты болмас, бірақ дені сау қоғамымызға пайдалы азамат болу бәрінің елінде парызы. Бағдарламаның өзектілігі спорт дегеніміз өзгеше бір әлем. Қарапайым әрі қасиетті құндылықтарды жинақтап, бала ойына сіңіру парызымыз. Баршаның ең алысы, яғни баласының бақытты болашағы үшін өз аз кем еңбек сіңіріп ұстаз қалауы сол деп білемін. Еліміздің дамуына жақсы жаңалықтармен үлес қосуға биік шыңнан көрінуге мақсат етемін. Бағдарламаның мақсаты оқушыларды үстел теннисі ойынына үйрету арқылы, ойнау деңгейлерін жетілдіру арқылы жоғары деңгейлі спортшыларды дайындау, салауатты өмір салтын қалыптастыру. Бағдарламаның міндеттері ой санасын шынықтыру, жетілдіруді үйлестіру, үстел теннисі ойынының тиімді әдіс-тәсілдерін іздестіру нәтижесінде үйірме жұмысын жандандыру, түрлі деңгейдегі жарыстарға қатысу арқылы тәжірибені шыңдау. Бағдарламаның бағыты ой санасын шынықтыру, жетілдіруді үйлестіру, оқушыларға жан-жақты, тиянақты білім беру, денсаулыққа жауапкершілік сезімдерін қалыптастыру, тазалыққа тәрбиелеу, логикалық ойды жетілдіре түсуге, тез шешім қабылдауға, психологиялық жүйелерін жетілдіруге баулу. Бағдарламаның нәтижесі үстел теннисі тарихы туралы толық мәліметтер алады, жалпы және арнайы дене дамыту жаттығуларын үйренеді, үстел теннисі ойынының тұрысы жылдамдыққа үйрену техникаларын біледі, физикалық дайындық, жүгіру, секіру кедергілерінің секіру жаттығулары жасай алады, шапшаң тез қимылдайды, командалық достық, қарым-қатынас басқаларды бағалау, құрметтеу үйренеді, тез жылдам ойлайды, шешім қабылдайды. Мынау менің тақырыбымның жоспары. Әр тоқсанға беріп 34 сағатта жасалған. Тыңдағандарыңызға рахмет.